Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгінгі сабағымыз, яғни төсек жапқышпен жастық қап тігу. Ең алдымен біз қазір бір адамдық не тігеміз. Бір адамдық көрпе жапқыш, сонымен қатар жаңағы 65-65 жастық қап тігетін боламыз. Қазір менің алған, былайынша айтқанда, көрпенің үстіне жабатын пластина деп айтамыз. Енді қазақшасы білмеймін, енді жапқыш болып айтылатын шығар. Осыны мен 3 метр қылып алдым. 3 метр. Бұның ені 2,80 болып тұр. 2,80, несі 3 метр болып тұр, метрі. Енді осыны біз түзулеп қырқып аламыз. Мына жақта қарасаңыздар, бәрібір несі көзі болады. Мына жерде шығып тұр, бізде осының бәрін туралап, өлшеп, мелмен өлшеп тұрып қырқып алуымыз керек. Екіде 10, 2де 15. Яғни пластинамның ұзындығы 2де 30 екен, қыздар. Айбетпеңіздер, 2де 80 емес, 2де 30. Ал ұзындығы 3 метр. Мен мұнаны қазір көріп тұрған болсаңыздар, мұны 2 бүктеп алдым. Мұны 2 бүктедім, еще мұна жерінен қайырдым. Сіздерге түсінікті болу үшін, өйткені мұна жақта салбырап тұрса түсінбей қаласыздар. Енді осыны ең алдымен біз мына шеттерін қырып тастаймыз, жарты сантиметрден. Мына шеткі бөліктері, осыны қырқып аламыз. Жарты сантиметрден қырқып аламыз. Яғни басындағы керек емес тоқылған шеткі бөліктері, қыздар. Не, қыздар, енді біз шетіндегілерін дұрыстап аламыз. Ол үшін біз қазір тура жеріне дейін өлшеп аламыз. Мына жерге дейін 1 метр. Мына жерге дейін 45, яғни 1де 45. Бізде мына жақта 5 сантиметрі уже дұрыс емес болып тұр. Сол себепті осылай өлшеп аламыз.
Не қыздар, біз туралап қырқып алдық. Енді осыны ортасынан бөліп аламыз. Мына жерінен бөліп аламыз. Себебі бұл жерде қазір 2 адамдық пластина, соны 1 адамдық пластина аламыз. Егерде 2 адамдық қылам десеңіздер, бұны бөлмей, жаңағы жастық қапқа бөлек алуларыңызға тура келеді. Яғни, общий алғанда 2 адамдық пастельге астына төсейтін мен жастығына 4 метр алыңыздар. Ал мына жерде бізге 1 адамдыққа өлшеліп жасалып жатыр. Яғни 3 метр матамнан менің 1 адамдық төсек жапқыш, қаптағыш емес, төсек жапқыш. 3 жастық шығады, қыздар. Міне. Ұзындығы 2-де 30, ені 1,5 метрлік жапқышымызды пішіп алдық. Қазір сіздерге тігілу жолын көрсетем. Бұны көрсетпестен алдын мен жастығымды да пішіп алуым керек. Үшеуі шығады, бірақ үшеуі целый шықпайды, екеуі бүтін боп шығады да, біреуі жаңағы жамау боп шығады, қыздар. Қыздар, мінекей, мен жастығымды қазір өлшеп аламын, ол үшін жартылай бүктеп алдым, қараңыздар. Жартылай бүктеп алдым. Яғни екінші бөлігі маған жастық қапқа керек. Енді осыны қазір біз өлшеп аламыз. Бізде дайын біздің жастық қабымыз 65 болады. Оны тігістермен бірге өлшеп алуымыз керек. Қараңыздар, 65, 67 қылып аламын мен. 67. Себебі 1-1 сантиметр екі жағындағы тігіске кетіп қалады. Сол себепті. Одан бөлек мен 25 сантиметр абалым керек. Яғни бізде жастық қап да замок емес, қайрылған бөлігі болып тұрады. Сол үшін 25 сантиметр алуым керек. Енді қазір мынау 2 бүктеліп тұрғандықтан мен 12,5 сантиметр аламын. Қазір менде мынау полный жаңағы 67-ге 12,5-ды қосқан кезде почти 80 сантиметр болып тұр. 80 сантиметрді белгілеп алдым. Қараңыздар. Енді осыны пішіп аламыз. Мына жақтан тағы бір бөлігі шығады, және мына бөліктен тағы бір жастық қап шығады, қыздар. Міне. Сонда 3 жастық қап шығайын деп тұр ғой. 3 метрден 1 пластина және 3 жастық қап. Немесе жастық қап қылмасаңыздар 2 пластиналық шығады. Соңына дейін қырқа салайын. Не, қыздар, қазір мен көрсетейін бұны. Менде
65-ке 65. Жастық неміз дайын, 25 сантиметр қайырылып тұру керек. Сол кезінде, қарап тұрсаңыздар, 65 мына жерге дейінгі 67, яғни мынаны қазір қайырған кезде 2 бүктеп 2 сантиметр тігіске кіріп кетеді. Мына жерді де қайырған кезде тігіске кетіп қалады міне. Осылай жасалады, білесіздер. Енді осыны қазір біз қалай жасалу керек екенін көрсететін боламыз. Кеттік машинаға. Біз жастық қабымызды тігеміз. Қараңыздар, 67-де, мына жағы 80 болып тұр, мына жағы 67. Енді бұны сіздерге ең басты бұл жерде түзу тігісті үйрену болып тұр ғой. Ең алдымен менде қазір мынандай машина. Қандай машинаға отырсаңыз да, мынаның шагающий метрін, яғни тігістің көлемін 3 сантиметрге қойыңыз. Үлкен болып кетпесін, қатты майда болып кетпесін, қыздар. 3 сантиметрге қойыңыздар. Мынаны біз қазір кішкене жарты сантиметрден қайырамыз. Қараңыздар, сол кезде 1 сантиметр тігіске кірді. Тағы бір мәрте көрсетем. 1, 2. 2 рет қайырдым. Екі жағын да мен 2 рет қайырып тігіп алуым керек. Тура қылып қойып, кішкене закрепка беріп бастырамыз. Көріп тұрған болсаңыздар, негізі түзу тігісті тігу үшін әрбір бытовой машинада да, промышленный машиналарда да мынандай бөліктері болады, мына сызықтары. Осыған қарап, қалай түзу жүріп жатыр, немесе лапкаға қарап, лапканың мынау, яғни сыртқа шығып тұрған бөлігіне осымен көзбен не қылып тұрасыздар да, көз мөлшерімен өлшеп, басында әрине түзу шықпайды, кейін уже түзу шығады, қыздар. Міне, көріп тұрған болсаңыздар, менден ровно тігіс кетіп жатыр. Мынау ақ болғандықтан сіздерге дұрыс көрінбей жатыр. Мен қазір жібінде екеуін де ақ қылып алдым, қыздар. Сіздер де пастель тігетін кездеріңізде түстес қылып алыңыздар. Екеуін де бүктеп, не қыздар? Сіздердің тіккен тігістеріңіз ровно болып шығу керек. Түзу тігісте. Егер де сіздер осы түзу тігісті жақсылап үйреніп алатын болсаңыздар, қыздар, любой киімде де, құрақта да ешқашанда қиналмайсыздар. Бір жағын қайырып алдым, қыздар. Енді осыны мен жастық қап не қылу үшін осыны қазір түсіретін болам. Енді екінші жағында қайырып алым керек. Кішкене қайта тігіс бер жерем. Закрепка.
пластина тіккен кезде тігіс ортасына емес, тігіс мынау қайырылған бөлігіңіздің 1-2 миллиметрдей ғана шетіне түсу керек, қыздар. Қанша шетіне түссе, сонша тігіс әдемі көрінеді. Қыздар, екі жағында қайырып алдық. Енді осы ұзындығын бүктейміз. Жаңағы бізде 25 сантиметрді біз өлшеп аламыз. 25 сантиметр мына жер екен. Осыны ішке кіргіземіз да. Қазір мен теріс бүктеп жатыр екем. 25-ті өлшеп, осыны ішке кіргізіп, міне, көріп тұрған болсаңыздар, мен мынаны ішке қайырып алдым. Сырт жағынан, яғни теріс жағынан қайырып алдым. Енді мынаны мына жерге қоямыз. Міне. Осы жерді дұрыстап көріп алыңыздар. Міне. Үстіне екі қайырылған жері, мына жерге уже біткен жер. 25 сантиметр қылып өлшеп қойып аламын. Міне. Закрепка беріп жүремін. Енді арасында мынау қалып тұр. Осыны түзу қылып қойып аламыз да. И үстінен үшінші матамызды дәл осылай 1 сантиметр көлемінде тігеміз, қыздар. Соңына дейін тігіп барамыз. Қыздар, сол кезде аударған кезімізде біздің осылай шығады. Қазір аударып көрсетем. Мына екінші жағында тігіп алайын. Екінші жағында дәл солай 25 сантиметрді өлшеп аламыз дағыны. Дәл осылай тігеміз. Шығатын кезде қайта тігіспеп жүреміз. Мына енді қазір аударып көреміз. Міне қыздар, бізде мынандай жастық қап пайда болды. Міне. Бұны енді тігістерін үтіктеп жіберіңіздер бір. Енді осы жерінен жастығыңызды салып пайдалана берсеңіздер болады.
Енді қазір біз жапқыштың, яғни пастельдің шетін қалай тігу керек, соны көрсететін болған. Кете бере ме? Менде бір адамдық пастелім, яғни ұзындығы 2,30, ені 1,5. Осыны енді ең алдымен шеттерінің барлығын тек қана бір қайырып емес, 2 қайырып тұрып тігуіміз керек, қыздар. Жаңағыда бұл жерде 1 сантиметрге дейін қайыра берсеңіздер болады. Міне ішіне 1, тағы ішіне 1. Сонда 2 сантиметр қайырылып тұр, қыздар. Шетін закрепка беріп, слай. Егер де сіздер көз мөлшерінен алуға қорықсаңыздар, мынаны 2 сантиметрді мелмен ерінбей сызып алыңыздар. Қыздар, енді мен тез тігем. Мынаны ешқашанда шығып кетпесін. Шығып кеткен жеріңізді сөтіп қайта тігіңіздер, қыздар. Қайырған жеріңіз тігісі сыртқа шығып кетпеу керек. Мына жерінен шығып кеттім. Қараңыздар, енді осы жерінен тағы да былай бір бүктейміз, екінші бүктейміз. Мына жері қайырылған жеріңіз сыртқа шықпау керек. Мұны дәл осылай. Және соны бастырып тігіп жіберуіңіз керек. Закрепкамен, қыздар. Енді барлық жағын, яғни 4 жағында дәл осы формада бастырып тігіп шығамыз.
Міне қыздар, соңғы жағына да келіп қалдық. Соңғы жағын осылай аяқтаймыз. Мына қыздар, көріп тұрған болсаңыздар, менде түзу шықты. Яғни бұның тағы бір сіздерге лайфхак, қараңыздаршы, мына лапкаға қараған кезде простынау болсын, нені тігетін болсаңыздар да, мысалы үшін егерде 0,2, 0,1 тігетін болсаңыздар, осыған қарап былай тігуге болатын. Менде лапкада 0,2-лік тігіп жатырмын ғой, мен қайырылған тігіс. Жарты сантиметр болса, яғни лапканың мына жақ қарай шығып кетпеу керек. Міне көріп тұрған болсаңыздар, мынау лапка, иә. Осы лапкадан былай, осымен егерде бірдей болып түсетін болса, бұл жарты сантиметр деген сөз. Ал егер осыдан, міне, осы лапкадан ішіне қатты ортасынан аспайтын болса, онда ол 0,2, 0,3 сантиметр деген сөз, қыздар. Сол себепті осы лапкаға қарап тігетін болсаңыздар, прямой тігіс шығады сіздерде. Әрине мына жақтарыңызға да қарап бақылап отыру керек. Дұрыс бүктелді ма, дұрыс бүктелген жоқ па. Одан кейін тағы бір сіздерге кеңес, қандай пастель алсаңыздар да, иә қыздар, жалпы бұны упаковкадан алсаңыздар да, бұны тіккеннен кейін міндетті түрде жуыңыздар, өйткені фабрикада бұл мата шығарылған кезде әр қайсына жаңа не дейді, гигиеналық нелер сақталмайды, қыздар. Сол себепті міндетті түрде мынаны тіккеннен кейін бір жуып алыңыздар. Упаковкада дайын пастель алсаңыздар да жуыңыздар, қыздар, өйткені ол фабрикаларда әр қайсына ерекше күтім болмайды, бұл жерде жатады, бәрібір бұның ластанады. Сол себепті қандай табар, зат, киім, мата алсаңыздар да қолданатын кезде міндетті түрде жуып қолдану керек, қыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Осымен біздің төсек жапқыш және жастық қап сабағымыз бітті. Барлықтарыңызға пайдалы болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.